Әйеліңізбен ұрыспау үшін, әйеліңізбен жақсы өмір сүру үшін, оған әлбетте жақсы мәміледе болу керек. Әйел өзі ұрысты неге шығарады? Еркектің негізгі проблемасы оның асқазаны мен ұйқысы болса, осы екеуі еркекті дұрыс болса, иншалла еркектердің өмірі жақсы болуы мүмкін да, бірақ әйелге бұл жеткіліксіз болады да. Оның қарны тоқ болып ұйқысының тыныш болуға емес, оған еркек әрдайым көңіл бөліп жүру керек. Әйел өзін сонымен бақытты ұстайды дейді. Еркектер егер осы нәрсені қолға алса, ол иншалла өзгереді. Егер еркек айтуы мүмкін, мен ананы істедім, мынаны істедім, менің қатыным түсінбейді десе, сіз оны өте кеш бастап қойғансыз да. Себеп сіз оны үйретіп қойғансыз. Қазақ айтады, әйелді бастан, баланы жастан дейді. Осы нәрседе не нәрсе? Осы үйленген уақытта балаларымыз тәлімді, тәрбиені дұрыс үйрене алғанда еді, ажырасулар, жетімдер, жесірлер болмас еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеттерін терең үйренген адам ешқашан қор болмайды. Және де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйдегі әйелдің жұмыстарына көмектескен дейді. Егер әйел ыдыс жуса, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шайатын болған дейді. Кір жуса, сығып беретін болған. Басқа да жұмыстарға қарасқан. Біз оны намыс көреміз да. Біреу әйелім науқастанып қалды, тамақ істеп жатырмын десе, ой, сен қатын боласың ба дейтін жігіттер бар да. Сондықтан олай болмау керек. Мүмкіншіліктің барынша не? Мүмкіншіліктің барынша жақсы өмір сүрген жақсы дейді. Ол қашан? Ол тыныш өмір сүру.